Саламатсыздар ма оқырмандар? Қазақ жазушысы Тынбай Нұрмағанбеттің анасын сағынған бала әңгімесіне тоқталып өткім келіп отыр. Әңгімеге тоқталмастан бұрын осындай керемет шығарманы жазған жазушының өмірбаянына тоқталып өтейін. Жазушы 1945 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылында дүниеге келді. Қызылордадағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірді. Жазушының шығармалары орыс, башқұрт, өзбек, қырғыз, эстон, поляк тілдеріне аударылды. Жазушы халықаралық пен клубының лауреаты, 2015 жылы өткен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай өткен республикалық конкурста бас жүлдені жеңіп алды. Жазушының баласын сағынған ана әңгімесінде кішкентай бүлдіршіннің анаға деген сағынышы, махаббаты суреттеледі. Кішкентай бүлдіршін алыстағы анасын сағынып, соны әнге қосып, ана, жалғыз сен ғана деген әуендермен анасын ылғи әндетіп, сағынышы болады анасына деген. Негізі оның атасы Исмағамбет қаладан келеді ауылға, ағайын тумасымен, достарымен жүздесіп, әңгімеге тарқатқаннан кейін жұпар иісі аңқыған ауылын сағынып, бақшаға қарай бет бұрады. Осы жерде кішкентай, бана әңгіменің барысында айтып өттік қой, кішкентай бүлдіршін өзінің анасын сағынып әнге қосады. Осы әнді әндетіп отырғанда балаға көз түсіп, балақай, сен кімнің баласысың дейді. Мен кімнің баласымын. Есімің кім? Сержан. Сержан, сенің атаңның есімі кім? Балмағанбет дейді. Ол Балмағанбеттің жиені болатын, қыздарының ұлы. Осыдан кейін екеуі өзара әңгімелесті. Сен мені танисың ба деді кішкентай бүлдіршін Исмағамбетке барып. Әрине танимын. Сенің де, анаңның да, өзіңді де танимын деді. Сонда кішкентай бүлдіршін анасын айтқанда атасына қарай Исмағамбетке қарай құшақтап кеудесіне басады. Бірақ ана деген сөздің шыдай алмай баланың буыны болса, көздерінен шыққан жас мөлдіреген анасына деген сағынышы болатын. Сен анаңа барғың келе ме? Я, барғым келеді. Ертең мен 1-2 күннен кейін Алматыға қайтамын. Сонда сені өзіме ала кетемін дейді. Ал бала болса қолын санайды. Бүгін де, ертең де, қашан болса да анасынан баратынын сағынғаннан өзінің ойын бір қуаныш берді. Содан кейін, ал сен аталарыңнан кімді жақсы көресің деді. Мен атаны жақсы көрем. Ылғи да маған қолыңызға алып береді. Әңгімені түсінген Исмағамбет бүлдіршін екеуі Сержан мен ауыл ішіндегі дүкенге барады. Дүкенге барғаннан кейін дүкенші кішкентай Сержанды танып, балмұздақты тәттілерді салып ереді. Осы кезде Исмағамбет оның Сержанның дүкенге дүкенші келмеу екенін түсінеді. Ал сол кезде сен атаң Балмағанбетті жақсы көресің бе дейді. Я, жақсы көрем. Ол да атамдан маған осындай алып береді дейді. Міне әңгімеде баланың анаға деген сағынышы осы жерден келіп, екеуі келіп, үйге келіп, мен осы күнді Сержанды Алматыға анасын алып барайын деді. Сонда жеңгесі, жоқ, ол Алматыға бармайды. Өйткені ол баратын болса, анасының жұмысын кім жасайды деді. Бірақ ол сөзді кішкентай Сержан естімеген болатын. Ол күн санап, оң санап, мен қашан Алматыға барамын деп күтіп жүрді. Бірақ осы сөз кішкене Исмағамбетке ауыр тиеді. Өйткені балаға берген уәдесі болатын, сені анаңа алып барам деген. Баланың уәдесін Исмағамбет орындай алмайтын болды. Бірақ 1-2 күннен кейін ол Алматыға жиналады. Осы жерде Сержан қасына келді. Баланың уәдесі бар болатын. Бірақ бүлдіршінге қарап, сені Алматыға келесіде алып кетемін дейді. Бүлдіршін, неге? Жылағысы келіп тұрады осы жерде. Әңгімені ары қарай
оқығыларыңыз келсе талқылау кітапханадан оқыңыздар дегім келеді. Әңгіме өте қызықты, тартымды, жалғасын өздеріңіз бағасын бересіздер.